үш алпауытта әлемде алдыңғы қатардағылардың бірі, ең алды болмаса да. Тек Қазақстан емес, әлемде. Әлемде, иә. Себебі біз Аднокта жұмыс істеу арқылы, басқа мекемелермен сөйлесу арқылы біздер қай жақтан таңғалып отырмыз. Біздің технологиялар негізі алда екен. Демек, ақпаратпен жұмыс істеп, ақпарат негізінде шешім қабылдау, деректер негізінде шешім қабылдау қабілеті Қазақстанда мамандарда көбірек. Қазір дым өзгертпеймін, вложение жасамаймын. Әрі кетсе 10 жыл табыс табармын. Немесе қазір шығындаламын, цифровизация жасаймын, 30 жыл табыс табамын деген сияқты қарау керек деп ойлаймын. Сол кезде кім шешім қабылдауға дайын болады, сондай олар ұзақ мерзімде ұтады. Біздер масс баланс деген жаңа құралымыз бар. Ол массалық баланс арқылы материалдық баланс құрады. Ал материалдық баланс кез келген өндірістің ең негізгі фундаменталды проблемасы күнде шұғылданады. Ол жерде есептеу дәлдігін 0,1%-ға арттырса, 1%-ға арттырса, табысты 10%-ға арттыруға болады деген сөз. Яғни ол тау-кенде әлде қайда қатты әсер береді. Эквинорға барамыз, Бакер, BP-ге барамыз. Сіздер вообще алға кетіп қалыпсыздар дейді. Масс баланс нейронет бізге қатты ұнады дейді. Бірақ біздің Когнайтқа жалғаныңдар дейді. Біздің деп айтады олар. Когнайт деген жекеменшік компания, мұнай компаниясы емес, сервис платформа. Норвеждік. Соған жалғаныңдар. Біз сол арқылы сендер құралдарын қолданамыз дейді. Арт жағынан жаңа көмек сезіліп тұрады да олардың бәрі. Байланған ғой бәрі. Иә. Технология қалай дамыды, солай алға кетіп қалды. Мұнай емес та негізі технология. Негізі мұнай емес, технология. Және технологиялық компаниялар жасады. Және де оны қолдаған мұнай газ компаниялар болды. Сен жаңа ашыл нәрсе істеп жатсың ба? Міне саған экспериментке контракт жаса. Сәтті болса, молодец, біздің тиімділігіміз ұтады. Және де сендер өсесіңдер дегендей. Қайырлы күн, энергия аналитик тыңдармандары, оқырмандары. Бүгінгі подкаст тақырыбымыз жасанды интеллект тақырыбын біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыптың қонағы Саламат Қабдулов мырза. Саламат мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Саламат мырза Директнет компаниясының құрылтайшысы, директор компаниясының қазіргі басында директоры. Осы салада көптеген өзгерістер болып жатыр қазір, Саламат мырза. Және жуырда осы жылдың басында үкімет отырысында айтылғаны бар, жасанды интеллект бойынша жергілікті компаниялардың көбірек осы бағытта ресми органдардың қолдауы, осы бағытта жұмыс істеуі. Және де осы жуырда тамыз айында энергетика министрдің қолдауымен жергілікті сіздің компания мұнай газ саласында жұмыс істеу бойынша қолдау көрсетіліп отыр. Директнет компаниясы, Директнет жаңағы Дирексют шешімдері. Осы бойынша бір подкастымызды бастап кетсек, Бастайық. Жалпы бұл Директнет қайдан келді? Содан бастасақ. Тарихын айтып жүрсеңіз бір кішігірім. Өзіңіз бойынша. Өзімнен бастайтын болсақ, негізі өзім мұғалімдік саласынан келгем. Бірақ мұнай газ саласына қалай келді деген сұрақ болса, қалай түсін мұғалімдіктен қалай мұнай газ саласына өттіңіз десеңіз, мен негізі геофизиктер әулетінемін. Менің әкем бас геолог болды, ЗКГИС деген компанияда. Анам да геофизик болды, ағаларым да геофизик, көкелерім де геологтар. Ол мұнай газ әңгімелеріне кішкентай кезінен қаны өстім деуге болады. Той өстіңіз әңгімеге. Әңгімеге той өстім. Полевиктер не қандай болатын білем, мінездерін білем, заводтағылардың мінездерін білем. Негізі ол салада істемесем де былай таныс орта. Сондай мұнай газ тарихы бар отбасыда болғандықтан ол маған жат сала болған жоқ. Енді кішкентай кезімнен сол бір жағынан да фундамент керек шығар ол салаға кіре алу үшін. Мен мектеп жасында қазақ тілі лицейіне түскем 2000 жылдары. Сол кезде физикадан олимпиадчик болдым. Олимпиадаларға қатыстым. Халықаралық АФО деген жарыстарға қатыса алмадым, өкінішке орай, өте алмадым. Бірақ республикалық деңгейде дәрежелерге жеткенім бар. Сол кезде қалыптасқан бір технологиялық интуиция пайда болды. Проблема шешу қабілеті пайда болды. Жалпы олимпиадчиктерде сондай қасиет байқадым. Бізде жұмыс істеген
өте жақсы мамандардың байқағаным сондай ерекшелігі бар. Олимпиадчик болады. Я химия, я физика, математика. Математикалар енді көбінесе блокчейн, банкингке кетіп қалады, бірақ мұнай газ саласында физикада олимпиадчиктер көп байқап жүрмін. Мен де физика олимпиада қатыстым. Республикаға бірақ жеткен жоқ болдым. Мен облыс дәрежесінде қатысқаным бар деп ойлаймын да. Онда не болдық қой? Тағдырлас болдық. Тағдырлас болдық. В общем, сондай, сосын СДУ-ға түстім, IT вычтехқа, программирование үйренемін деп. Содан кейін оны бітіргеннен кейін, бірақ программирование мен код жазумен үйлесе алмадым. Андай қызық кейстер болатын. Мысалға, мұғалімдердің өздері таңғалатын 12 жол код жазылады, бірақ ішінде 27 қате болады. Ол қателерді түзеткеннен кейін де андай жүйелік қателер деген нәрселер қызықтар болатын да. Кураторлар жаңа мұғалімдер түсінбейтін проблема неде екен. Сол программалаудың тілін дұрыс таба алмағандықтан шығар, мен все-таки мұғалімдікке кеттім, физика үйрете алдым. Еш қиналмастан үйрететін затым болғасын, мұғалімдік бастадық. Ақтөбеде, Атырауда физикадан мұғалім болдым. Сосын 2014-те жаңа Нишқа физика мұғалім болып бардым. Сол жерде аса дарынды балдармен жұмыс істеуге мүмкіндік болды. Соншалықты дарынды, олармен өте қызықты экспериментті жобалар жасайтынбыз. Олар сол эксперименттермен жарыстардан орын алатын, сөйтіп технологияларға қызығушылығым күшейді. Мысалға, ең бөліп шығарар екі проект болды, оқушылардың өзінің күшімізбен істеген. Біреуі дыбыстық интерференциясымен өртті сөндіру құрылғысын жасадық. 2 жыл бойы оқушым соның жемісін көрді. Әртүрлі жарыстарда бірінші орын алады, екінші орын алады. Аншлаг жинап жүрді үнемі. Екінші оқушым жарықтың жиі өшіп жануы арқылы кәдімгі цифрлық сигнал жіберу дегендей болды. Wi-Fi дейді қазір. Яғни мына кәдімгі лампаны роутер қылдырып жіберуге болады. Сіздің көзіңіз байқамайды, өшіп жанып тұрған, бірақ сенсорлар байқайды да, сол ақпаратты қабылдай алады. Wi-Fi бар, Wi-Fi бар, иә? Wi-Fi бар, иә. Wi-Fi ол жерде енді проблема бар. Қандай проблема? Ақпаратты жіберу тезде, оны қабылдау кішкене күрделі. Downlink, uplink деп айтады. Uplink те проблема шешілсе, негізі үйдегі шамдардың бәрін Wi-Fi-ға айналдырып жіберуге болады. Сонда раутер керек емес. Иә. Тікелей, қалай айтсам, байланыс болады десеңші. Тікелей Starlinkке жалғанып, свет арқылы қабылдай аласыз. Қабылдай аласыз. Иә. Қазақ телеком тыңдамай естімесін деп қоймын ба? Жоқ, оларға қызық болатын шығар қайда. Бірақ таласып қалуы мүмкін энергия компаниясы мен телеком компаниясы. Екі түрлі. Иә. Аналар енді Атырау жарық естіп қалса, олар кірісіп кетуі мүмкін. Сол үшін Қазақ телеком. Бір бизнес бағыт қосымша. Иә. Енді ол да басында эксперимент жүзінде болғанда ешкімге қызығушылық тудыртқан жоқ. Бірақ түсіну жағынан да көп адам қабылдай алған жоқ. Ол несі керек, қызық емес қой деген әңгімелер естіп жүрдік. Бірақ соңында 2 жыл бойы сол оқушым тағы да жемісін жинап жүрді. Сосын сол арқылы Кореяға түсті. Сол жақта грантын оқып шықты, магистратурасын оқып шықты. Өте жақсы маман болып шықты да қазір. Electrical Engineering'тан. В общем, сондай сол нәрсе мені технологияларға қызығу, дарынды адамдармен жұмыс істеп, талантты адамдармен жұмыс істеп, технология қандай деңгейге жеткізу болатынын көруге мүмкіндік болды сол ништа. Өнімдерді да, неше түрлі. Иә, басын эксперименттер жасай беруге болатын көрінді. Сосын сол қызығушылықпен 2017 жылы IT саласына кеттік. Күрделі жүйелерді мұнай газ компаниялардан сатып жүрдік. Компьютерден бастап әртүрлі жабдықтарға дейін. Сосын 2019-да Әділбек Мұрсалиев деген негізін қалаушыларымыздың бірі. Мені, сосын Самат Айтмағамбетов деген негізі қалаушыларымыздың бірі бізді былайынша айтқан кезде қызықтырды. Жасанды интеллект бойынша компания бастайық, мұнай газ саласында. Ол жерде үлкен мүмкіндіктер жатыр деп. Бастасақ болды, бәрі бізді жаңағы өздеріне құшақ жая қабылдайды деп. Қолдайды деп
бастадық. 2019-дан бастап жасап келе жатырмыз. Сөйтіп орта жолда 4-ші партнеріміз қосылды. Сөйтіп компанияны 2022 жылда платформаны аяқтап, бірінші жаңағы өндірістік енгізуге дайын етіп жеткізіп, 2022-ден бастап КПО, NCUC, TSHO-мен жұмыс істеп бастап келатырмыз. КПО мен NCUC мен жұмыс әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Және 24-те халықаралық деңгейге Adnoc компаниясына шықтық. 23-те Катарға шығып кетуге аз қалдық. Сәл жетпей қалды. Бірақ Adnoc'та былтырғы 24-тен бастап әлі күнге шейін жұмыс істеп жатырмыз. Adnoc дүние жүзіндегі ең көп мұнай шығаратын 5-ші компания. Ең алпауыт компанияның бірі, сол үшін бұл өте... Аналитиканы жақсы білесіз ғой, біз клиентті ғана білеміз. Жоқ, яғни кіріп жатқан компанияңыз анау-мынау компания емес деген, осал компания, яғни үлкен компанияның бірі. Егер салыстырмаға келетін болса, ол алғашқы 20 компания Қазмұнайгаз мысалы өнім жағынан кіре бермейді. Бірақ Adnoc деген дүниедегі ең үлкен 5-ші мұнай өнім шығаратын компания. Сондықтан қуанадымыз. Бұндай компаниялар Қазақстанның жергілікті шығуын өте қуана қарсы аламыз. Көбейе берсін деген неміз ғой енді. Біздің шыны керек ішкі ниет. Директнет аты қайдан келді? Директнет деген енді былай біздер басынан деректермен жұмыс істейміз деп шешім қабылдадық. Енді ағылшынша атауы, латынша атауы дата. Дата деген. Енді бірақ біз датанет деп шықсақ әлемге, онда бәрі сол сөзді қолданады. Бір ерекше ат керек болды. Бір жағынан ұлттық нақышта директ деген сөзді таңдадық. Сол директнет деген атау болып тұр. Сонда не ғой? Мағынасы деректердің ауы деген сияқты. Деректердің ішіне инсайттар тор ретінде. Ұстап қаласыздар. Бірінші сонда өзіңіз Теңгиз Шевролмен бастадыңыздар? Бірінші хакатонды өттік 22-де. Сол жерде бізге жарты жылдық контракт берді. Соны енгізіп тапсырдық, әлі күнге шейін олар қолданып келе жатыр. Ол жұмыс айтуға бола ма? Қандай жұмыс жасағаныз? Әлде бұл не ма? Негізі қандай шешімдер ұсындыңыздар? NDA бар. Бірақ жалпы ашық, себебі хакатон жария болғандықтан, ол негізгі біздің профильге сәйкес келмейді, бірақ жасап бердік, олар риза болды. Ол жаңағы сатып алу кезінде бір өте қымбат материалдар болады. Әртүрлі сплавтар болуы мүмкін, қымбат гайка дейікші условно, солар болуы мүмкін. Олардың тағдырын қадағалау керек. Ал сатып алынды складқа барды, содан кейін ол подрядчикке барды ма, одан кейін іште қолданыста жатыр ма, басқа жерде жатыр ма, соны енді миллиондаған товар өтіп жатқандықтан, оны қолмен, экзельмен қадағалау мүмкін емес екені түсінікті болды. Сол проблеманы шешу үшін хакатон жариялады. Сол хакатон ішінде ұтқан компаниялардың бірі болдық. И дәл соны енгізуге мүмкіндік бергеніне қарағанда бірінші орын біз болған сияқтымыз. Бірақ олар өйтіп айтқан жоқ, 3 компанияға контракт берді. Сөйтіп тапсырдық, рахметін алдық, семіз оплатасын да алдық. Сөйтіп аяқтадық жұмысты. Бұйырсын. Екінші алпауыт ол Қашаған, одан кейін Қарашанақ, осы жобаларда болды. Яғни сіз 3 алпауыттың ішіне кіріп кеттіңіздер, бастадыңыздар, бірден үлкенмен бастадыңыздар. Көз ашқаннан үлкендер басталды. Үлкендермен басталды. Басқаларын көрмейміз деп қойсаңшы. Біздер сол жерде Атырауда жүргендіктен негізгі білетін компанияларымыз сол. Сосын бір жағынан да неде шығар. Сол компанияларға мен кезінде тендерлеріне қатысып жүрдім. Менің әріптесім сол компанияларға Шлюмберже арқылы сервистер ұсынып жүр. Сол ортада жүргендіктен солардан басталды. Жалпы бұл салада енді 3 алпауытпен бастадыңыздар. Негізі 3 алпауыт Қазақстанда цифрландыру бағытында өте алда деп алдындағы подкастымызда Ескендер мырза айтқан. Соны қалай бағалар едіңіз жалпы цифрландыру мәселесі мұнай-газ саласында? Негізі мен салыстырған дұрыс болмас. Тип кете ме деп қорқам. Бірақ енді негізі шыны керек. 3 алпауытты әлемде алдыңғы қатардағылардың бірі. Ең алды болмаса да. Тек Қазақстан емес, әлемде. Әлемде. Себебі біз Adnoc'та жұмыс істеу арқылы, басқа мекемелермен сөйлесу арқылы біздер қай жақтан таңғалып отырмыз. Біздің технологиялар негізі алда екен. Демек,
ақпаратпен жұмыс істеп, ақпарат негізінде шешім қабылдау, деректер негізінде шешім қабылдау қабілеті Қазақстанда мамандарда көбірек. Яғни олар симуляция жасайды, біздікілер. Симуляцияны краш-тест жасайды, варианттар іздейді. Қазір уже жаңа машин learning, жасанды интеллект деген нәрсені қолдана бастап жатыр. Ол нәрсе шетелдің көбінде дамымаған негізі. Сондықтан ол бір әзірге конкурентный преимущество деймін, қалай? Бәсекелестік қабілеті жоғары болу. Бәсекелестік жағынан біз сәл алдамыз, ол мүмкіндікті жібере алмай ары қарай дамыту керек деп ойлаймын. Сонда сіз көп нәрсені салыстырмалы арқылы танимыз ғой. Жаңа сыртта көрдіңіздер, іште көрдіңіздер. Енді басқа жергілікті компанияларды көрген боларсыздар. Соған салыстырған кезде Қазақстанда үш алпауытта әлде алда. Оның бір бәлкім дәлелі Қазақстанның үш алпауыттан шыққан мамандардың сол Аднок, сол Катаргаз, сол Арамко компаниясында жұмыс істеуі. Яғни өз басқа мамандар алуына мүмкіншілік бар. Бірақ Қазақстан мен барған кезде жылдан жылға көбейіп жатыр да мамандар. Сол үш алпауыттан шыққан көбісі. Ол қуантады. Бір жағынан шамалы жаңағы көңілге де алып келеді. Және неге біздің ең мықты мамандар сыртқа кетіп жатыр деген ол да бір ойға салатын түрі бар. Бірақ енді әрине енді маманымыз көп болсын, тек қана Қазақстан мен дүние жүзінде жұмыс істей берсін деген. Енді сіздер мұнай саласын енді үшке бөлетін болсақ, мысалы мұнай саласында бірінші сала ол барлау. Барлау және өнімді шығару, exploration production дейді, upstream деп атайды қысқа немен. Екінші сала ол midstream, оны алған екен тасымалдау саласы бар. Үшінші ол мұнай өнімін шығару, downstream деп аталады. Жаңағы мұнайын алып, мұнай өнім зауыттардан бензин, керосин, дизель, тағы да басқа өнімдер шығарады. Одан келсе мұнай газ химиясы бар. Енді сіз осы үш сегменттің қай сегментінде көбірек жұмыс істейсіздер? Негізгі экспертизіміз бізде upstream саласында, шығару жөнінде, мұнай шығару жөнінде. Біздер ағынды санау жағынан өте мықты экспертпіз деп айта аламыз. Ол жерде апстримда, бірақ мынандай басқа салалармен midstream, downstreamмен салыстырған кезде андай айырмашылық бар. Олар миллиардтап табыс тауып жатады. Біздің оптимизация әрі кетсе 100 миллион пайда әкелетін шығар деп қарастыруға болады. И оларға қатты өте үлкен, салыстырмалы түрде өте үлкен табыс емес сияқты болып көреді. Бірақ дегенмен жаңа компаниялар, әсіресе шетелдік компаниялар, біз табысты ұзақ мерзімді барынша тұрақты түрде қалай арттырамыз деген сұрақты өздеріне көп қояды. Сондықтан біз сияқты инструменттерді қажет етеді. Дәл қазір қанша тауып жатырық, қазір арттырып жіберсек артынан азалып қалмаймыз ба деген сұрақтармен, варианттармен жұмыс істейді. Дәл қазір көп табай қалғаны бәрібір деген ұстаным емес, ұзақ мерзімді ойланады. Ал midstream мен downstreamда негізі біздің құрағылдар әлде қайда керегірек. Неге? Өйткені олардың пайдасы кішкентай маржан ішінде отыр. Сол маржан 0,1%-ға арттырса, онда олар артық үлкен табыс ба. Табысына әлде едәуір. Процент тұрғысынан әлде қайда көп табады. Сондықтан біз даунстримда да мұнай өңдеу жөнінде де эксперименттер бастап жатыр. Каталитикалық реактор деген сияқты, суды дайындау деген сияқты тақырыптарда. Және де экспертизамыз нақтыланған кезде ол салаға да кіреміз деп ойлаймыз, бірақ ол салада конкуренция көбірек, апстримда азырақ. Онымен қатар тағы да бір қызықты сала бар. Ол біздер масс баланс деген жаңа құралымыз бар. Ол массалық баланс арқылы материалдық баланс құрады. Ал материалдық баланстен кез келген өндірістің ең негізгі фундаменталды проблемасы күнде шұғылданады. Ол жерде есептеу дәлдігін 0,1%-ға арттырса, 1%-ға арттырса, табысты 10%-ға арттыруға болады деген сөз. Яғни ол таукенде әлде қайда қатты әсер береді. Себебі олар 1% рудан шығарып алуға тырысады. Соның ішінде дәлдік 0,1-0,01-ге дейін түсе алса, олардың жаңағы табысына әлде қайда қатты әсер етеді. Тиімдірек. Бұл салаға да кіріп жатсыздар ма, пайдалы қазбаларға? Қазір біз экспертиза жинауға тырысып жатырмыз. Біздің экспертизамыз негізі мұнай газ саласында болғандықтан, ол салаға қазір зерттеу тұрғысынан қарап жатырмыз. Пилоттарға ашықпыз негізі. Себебі бір ұсыныс тастамас бұрын тек қана
сыртқы статистикалық экономикалық көрсеткіш емес, ішкі кухнясын да түсіну керек бізге. Иә, сол үшін қарастырып жатырмыз, бірақ дәл қазір бір нәрсе ұсынуға дайын емеспіз, бірақ пилот қарап көруге болады. Жалпы негізі бұл шешімдер сіздердегі қазіргі жаңа шешімдер ғой, жаңа ұсыныстар, автоматтандыру болсын, жасанды интеллект болсын. Қай кезде мысалы сол дәстүрлі шешімдер көп компания мысалы өздеріне алмайды. Неге? Себебі дәстүрлік өзгеріске ашық емес мысалы да. Біз алып келсе, жаңа сіз айтқан секілді көп пайда бәлкім алып келмейді. Бәлкім өздерін орнатпау үшін жұмыс істеп тұрған жаңағы жүйені құртып алмайық. Сіз өзіңіз ойынша қай кезде осы дәстүрлі шешімге қарағанда жаңа шешімдер тиімдірек? Енді қалай бұны компанияларға ұсынып айтуға болады, шешімдерін өзгертуге болады немесе? Енді дәстүрлі компанияларға келетін болсақ, бұрыннан бері істеп кетқан көбі 4-ші стадияда, уже жаңағы табыс азаяды. Өнімнің төмен түсіп жатыр жылды күннен күнге. Өнім азая береді. Пайдасы азая береді. Штатты көйту мүмкін емес, демек экспериментке мүмкіндік көп емес. Ол жерде жалғыз вариант, мүмкіндік бар кезде цифрландырып жіберіп, шама келгенше жартылай болса да роботтандырып, барынша аз адаммен жүргізуге болатын форматқа көшіру керек. Ол мұндай сұрақ қой. Қазір дым өзгертпеймін, вложение жасамаймын. Әрі кетсе 10 жыл табыс табармын. Немесе қазір шығындаламын, цифровизация жасаймын, 30 жыл табыс табамын деген сияқты қарау керек деп ойлаймын. Сол кезде кім шешім қабылдауға дайын болады, сондай олар ұзақ мерзімде ұтады. Себебі жалғыз енді ең қымбат ресурс жаңағы енді құрал сайманмен қатар, сонымен қатар адамдар ғой негізі. Сол нәрсені оптимизацияны жалғыз жолы роботизация, жасанды интеллект, сосын есептеулер деп ойлаймын. Оның негізі алдын алу шыны керек мүмкін емес, бұл әлемдегі болып жатқан өзгерістер. Ал сол сіз құралдарды айттыңыз, сол құралдар бойынша кәсіпкерлерге мысалы және өлшеу құралдары қою қымбат болуы мүмкін. Мысалы жаңағы сол өлшеу құралдарынан шыққан сіз ақпаратты алып, содан сіздер жаңағы не құрастыр, белгілі бір алгоритмдермен шешімдер құрастыр. Бәлкім кәсіпкерлер соны да тежеуші ретінде көретін шығар. Тек қана адамды азайта қоймай, ол жерде құралдарды жаңарту керек, кейбір жерлерге және өлшеуіш құралдарын. Сол жағынан қалай қарайсыз кәсіпкерлерге бұл саланы қалай тиімді ретінде қаражат құйғанын дәлелдеуге болады? Негізі ойланатын сұрақ екен. Енді бірден жауап беретін болсақ, маған осындай жауап келіп тұр. Егер мысалы кәсіпкерлер кішкентай нелерді елестетейік та, кішкентай кен орындарын елестетейік. Цифровизация қосымша ақша бөлгісі келмейді. Рисктардан қорқады. Негізі бір кәсіпкерді екінші кәсіпкер түсінетін үнемі. Егер табыс арттыру мүмкіндігі болса, ол табысты арттырған кезде басқа бір кәсіпкер ойдан пайда көре алатын болса, ол технология енгізіп тәуекелге баруға дайын болады негізі. Мысалға шартты түрде 100 баррель күніне табатын бір не деп алайық, кен орын деп алайық. Егер бізге айтса, немесе біз айтсақ, 120 баррель қылып береміз, 20 баррельдің жартысы маған, түскен табыс маған болсын десе, шаруа менікі болып кетеді. Қалай арттырам, қандай арзан технологиялар қолданам, қалай оның операционкасын азайтам деген сияқты. Рискті өзіңізге аласыз ғой. Бірақ енді бір кәсіп орында ол риск болуы мүмкін, бірақ 10 кәсіп орын сондай рұқсат берсе, кем дегенде екеуі сол табыстың шығынның бәрін жабады. Жемісін көреді. Сол шығынын жабады, жемісін көреді, бәлкім одан да көп пайдаға түседі. Менше сондай жұмыс істеу варианттары қарастырылса, менше жүру мүмкін деп ойлаймын. Дәлелдей білу, сол кәсіпкерді көндіре білу, соны көрсете білу ғой, кәдімгі келешекте сіздердің жәндегі неңізді артылшылық тиімділігіңіз. Сіздерде шешім жолдары бар да? Бірнеше шешім жолдары бар. Оны сіздер директнет, сүйт деп атайсыздар. Енді сіздердің шешімдеріңіз келетін болсақ, сіздердің ең бірінші шешімдеріңіз ол виртуалды шығын өлшегіштер. Ол дегеніміз
не ол деген мынандай нәрсе. Жаңа экономикалық тиімділігін үнемі сұрайды. Түсіндіру негізі онша оңай емес. Бірақ мысалға енді барлығы білетін бір құрал бар. АГЗУ деген. Автоматизированная групповая замерная установка деген. Өте қымбат құрал, өлшеуге арналған. Ол қай жердің құралы? Ол әр скважиналардың алдына қояды. Скважинадан келе жатқан сұйықты өлшеу керек. Қанша газ, қанша су. Қай елден шыққан деген құрал? АГЗУ жаңа Ресейде шығады. Ресейде. Иә, Спутник деген бар, тағы біреулері бар. Шетелде АГЗУлар емес, MPFM деген нәрсені қолданады. Мультифазды өлшеуіш құрал дейікші. Иә, сондай құралдар бар. Бір жерде радиацияны қолданады, бір жерде электр тоғын қолданады, сөйтіп сол арқылы жаңа ағынды есептейді. Өте қымбат құралдар, әрбір скважинаға қою өте қымбатқа шығады. Жобамен қанша деп ойлайсыз? Кем дегенде $100,000 тұрады. Біреуі, иә. $1 миллион дейін барады. $1 миллион барады. Ол суды есептейді, мұнайды есептейді, және газдың қанша болғанын есептейді шыққан кезде. Компонентлар есептеп шығады. Әр құбырдың басына, ұңғыманың басына біреу болу керек қой, сонда. Біреу болса өте жақсы. Бірақ ондай инвестицияны тек Сауди Арамко сияқты компаниялар жасай алады. Қалғандарына енді шанс жоқ. Бірнеше құңғымаға біреуін қою мүмкін да? Иә. Сонда. Негізі бізде Қазақстанда жергілікті өндірушілер олар 12-14 ұңғыманы жаңағы бір АГЗУға байлайды. Енді бірақ әрбір ұңғыма қанша беріп отырғанын білу керек қой. Демек кезекпен кезек өлшейді. Сонда мысалы қазір 2 сағат бойы өлшесе, келесі 22 сағат бойы ол жерде не өтіп жатқанын білмейді. Сол 22 сағат бұрынғы нәтижемен есептей береді. Сөйтіп келген кезде соңында қанша мұнай таптым, менің есептеулерім бойынша әр ұңғымада қанша мұнай өндірілді деген кезде екеуінің массасы ешқашан бір-біріне соқпайды. Кейде 20% айырмашылық болады, кейде 30% айырмашылық болады. Неге? Сол жаңағы өйткені уже 3-4 стадиядағы ұңғымалар кен орны, ол жерде динамика өте жоғары болады мұнайда. Бір кезде су көп шығып кетуі мүмкін, бір кезде жаңағы басқа нәрсе шығып кетуі мүмкін. Газ шығып кетуі мүмкін да? Иә. Бірақ әрбір ұңғымаға жаңағы өлшеуіш құралды қою тоже өзін ақтамайды. Сол кезде біз жаңа виртуалды жанамалай түрде жасанды интеллект арқылы нейронный сеть дейді, neural network дейді. Сол арқылы жоқ өлшеуіш құрал бар сияқты етіп істеп береміз. Сонда бір құрал физикалық түрде тұрады, ол 10 ұңғыма соған байланады. Бірақ сіз жасанды құралдарды әр ұңғыманың басына тұрған секілді қылып жасайсыз. 12 ұңғымаға сатып алғандай боласыз. Физика жоқ, бірақ сатып алған секілді, сонда сіз алгоритм жасайсыз. Оны есептеп береді, сонда. Ана 10 ұңғымадан келген сұйықтық келеді, сіз соның артқы есеппен қанша ұңғымада қанша шығып жатқан 10 ұңғымаға дәлдік есеппен бөліп бересіз. Солай, түсінген ме? Бұл қалай айтылады? Neuronet дедіңіз ба? Neuronet деген құралымыз бар, жаңа бір модуль, сол арқылы виртуалды шығын есептеуіш құрал жасап береміз. Қалай жұмыс істейді ол? Алгоритм ба? Сол жаңа тарихи деректерге қосыламыз. Давление, температура, басқа қандай да жанама ақпараттар бар болса, соның бәрін сол датасетті аламыз. Жаңағы АГЗУ өлшеген мәндерді аламыз. Сосын екеуінің арасында байланыс тап деп айтамыз. Ол өз ішінде миллиондаған эксперимент жасайды да, байланыстар тауып алады. Мынада мындай корреляциялар бар деп айтып отырады. Температура да уже тығыздықты өлшемей, басқаны өлшемей, тек температура, давлениялардың айырмашылығы арқылы ол ағын есептеп отыратын болады. Сонда мысалға дәстүрлі тәсілмен есептеген кезде формула керек қой. Формулада бір параметр жоқ келсе болды, есептеулер сым қалады. Жаңағы жасанды интеллектте оған бәрібір формуланы білмейді, бірақ температура мен шығын арасындағы байланысты бірдеңе етіп тауып алады. Жаңа давление мен шығынның ағынның арасына байланысты тауып алады. Сөйтіп әртүрлі тәсілмен тек қана бір виртуалды АГЗУ емес, бірнеше түрінде істеуге болады. Мысалы, шартты түрде абзалдың тәсілі бойынша, саламаттың тәсілі бойынша
бәкенің тәсілі бойынша деген сияқты бәленбайын жасап қоюға болады. Мысалы сонда сізде бір құралыңыз бар, бір агзу сатып алдыңыз, 12 скважинаға бірақ 100 өлшеуіш құрал қойып қоя аласыз. Ал олар бір-бірін тексеріп жатады. Сіздерде сондандай бір эмпирический формула емес, ол жәндегі тәжірибе эксперимент жасау арқылы алып келеді деген сөз ғой. Мынау басқа арттан алып келеді да, алдан емес. Тарихи деректерге. Себебі сізде анау көп есептей алады, мыңдаған миллиондаған есепті бір уақытта сервер жасалған үшін сіздерде уақыт жағынан ұтымды да, тез жасайсыздар, көп есеп жасайсыздар. И содан эксперимент ретінде. Енді сол AI шешім қабылдауға көмектеседі дейсіздер. Нақты мысалдарды келтіре аласыздар ма, әлде сіздерде клиенттердің араңызда не бар ма жаңағы? NDA. Иә, мұнай газ саласының ерекшелігі барлық информация жасырылады. Бірақ енді техникалық жалпы кең тараған бірнеше проблеманы айтайын. Ол қанша NDA десе де, ол интернетте жүрген проблемалар бәрінде де бар. NDA деген сөзіміз non-disclosure, құпиялық, қазақша? Құпиялық келісімі. Құпиялық келісімі. Компаниямен араңыздағы жария етпейтін ақпараттар. Олар, сондай. Сол үшін емес, клиент кейс емес, жалпы проблематика тұрғысынан талдайтын болсақ, негізі мынандай ең жиі қолданылатын кездер ол мынандай. Ұңғыманың бұрғылаған кезде оның астына қысым датчигін қояды. Сосын ол уақыт өте келе бұзылады. Бұзылғаннан кейін болды, қалады да, ешкім ауыстырмайды оны. Көбінесе ауыстырмайды. Анда-санда 2-3 жылда бір рет өлшеуге уақытша датчик қою мүмкін, бірақ ремонтпен уже айналыспайды. Бірақ ол астындағы резервуардағы қысымды, резервуар демейін, ұңғыма басталатын жердің астындағы нүктедегі қысымды бөлу өте маңызды. Ол жаңағы резервуар модельдеріне де керек, жер астын модельдеуге де, үстіндегі есептеулерге де керек. Ол бұзылған кезде екі жақта ұтылады. Зардап шегеді, сонда. Зардап шеге бастайды. Енді оны қалай істеуге болады? Енді көп жылдар бойы жасағандықтан тарихи деректер бар ғой. Сол тарихи деректерді жасанды интеллектке береміз. Ол жанама басқа параметрлерге қарап, осы қысым дәл қазіргі сәтте қандай, соны есептеп беріп отырады. Сосын келешекте қандай болады? Оны есептеп беріп. Келешекте содан кейін time series деген алгоритмді қолданғаннан кейін уже ары қарай келешекте де қарауға болады. Бұл бұзылып қалған кезде жабдықтар, мысалы бұл қысым, температурада болуы мүмкін. Және агызуды бұзылып қалса есептей аласыздар, сонда. Уақытша бұзылған кезде сізді соқыр болмауға мүмкіндік береді. Қанша уақытқа дейін сіздер бұл дәлдік жалғаса береді? Мысалы бұл бәрі? Ол әртүрлі, өте әр кейс әртүрлі, бірақ мысалға енді физикалық құрал бұзылған кезде сіз ең аз дегенде жарты жыл кетеді. Жарты жылға дейін сіз осы шешіммен жүре аласыз, шешіммен жүре аласыз. Ал жалпы осы шешімдерді енді тапсырыс берушілер болады сіздерге. Солардың араларында сіздерде басқа да қандай қиыншылықтар бола ма? Мысалы, олар не дегенмен біріншіден күмәндану мүмкін сіздердің нәтижелерге, қаншалықты олар үйреніп қалған, қанша жылдар бойы агзудан ақпараттар алады. Мұнда сіздер жасанды интеллекттен шыққан ақпараттар шығады. Күмән, біз көз ашқаннан бері күмәнмен келе жатырмыз. Ең басында естіген комментарийларымыз енді қазір күлкіміз келеді. Енді барлығы солай болады, кез келген инновация солай. Адам білмейтін мәселеге дұшпан дейді ғой, сол секілді. Ничего уникального не видим деген сияқты. Зачем это нужно? Сосын молодые жап-жас жігіттер не істеп жатыр деген сияқты. Мен 30-40 жылдық тәжірибем бар кен орында деген секілді. Сосын даже I don't want to hear this bullshit деген нәрсе естедік. Студенческая работа деген естедік. В общем, естімегеніміз аз, да? Ені естімедік десеңші. Енді оны естіген кезде де енді ол ойынымыздың бір бөлігі деп қабылдадық, болды. Тағдыр ғой ол. Ренжіге алмаймыз, ренжіге жоқ.
уақыт жоқ. Жолдың несі десеңші бір. Ол қайтар кейде философиялық толғануларға түсіп қаламыз. Ол не шығар, сол керісінше жақсы белгі шығар дегендей. Көп адам әлі оны ескерген жоқ. Демек біз алдағылардан біріміз дегендей. Және де нарықта соны дәлелдеп жатыр, алдағыларымыз бір екенімізді. Енді ол жерде мынандай мәселе бар. Қазіргі клиенттердің бәрі бізде бәрі бар деп айтқан. Бізде бәрі бар, керемет жасап тұр. Басқа не керек дегендей. Идеально ғой бізде деген сияқты ғой. Иә. Олай ойлаулары нормально, өйткені олар сол нүктеге жеткізу үшін қырғын еңбек төкті, жылын арнады. Олар бір-бір кішкентай модельдер жасады, жаңа құрастырды, жүйелерді сатып алды, бір-бірімен біріктірді. Вот енді үйді бітірдім деген сияқты ғой. Енді ары қарай тағы да дамыту керек та, оказывается, ананы істеу керек. Ола 4 бөлмелік үйге енді келген кезде сіз айтасыз да 5 бөлмелікке өтпейміз ба деген сияқты. Маған не керек деген секілді. И вот сол кезде мысалға не болды? Енгізгеннен кейін нәтижені көрген кезде ары қарай одан да көп мүмкіндіктер бар екенін көріп жатыр қазір. Және де ол өте маңызды. Егер сол компанияның ішінде 1-2 инноватор болмаса, ондай проекттер өтпейді ешқашан. Ешкім қосымша бас ұрып алып. Іште адам болу керек қой, түсінетін соны. Ол өзі іштен жеп тұру керек. Мен барлығын дұрыс істеп жатырмын, ең тиімді жолмен істеп жатырмын деп. Миын үнемі сұрақтар мазалай беретін бір адамдар бар, ізденіс. Тоқтаусыз ізденістегі. Вот сол адамдар негізі есікті ашады. Істеп көрейікші деп. Немесе нарық қысып жіберу керек. Мысалға шешім қабылдау керек та. Тез шешім қабылдау керек. Қазір мұнайды өткізіп жіберуді, мұнайдың бағасы тиімдірек, мұнайды газды басып, бәсеңсітіп, мұнайды көбінесе шығарайық деп шешім қабылдау керек. Немесе газды басып, газды көбейтіп, мұнайды азайтайық деуі мүмкін. Бірақ олай шешім қабылдау үшін 100 скважиналарын қайсысын ашын, қайсысын жабу керек екенін шешім қабылдау керек. Оны қабылдау үшін енді ойнауға болмайды, бірінші симуляциялар жасалады. Ол симуляцияларға енді көбінесе gap resolve деген құралдар қолданады. PipeSim дегендей. Ол енді, proprietary дейді, компаниялардың аты қойылған. Уже белгілі игроктардың құралдары бар. Бағдарламалар. Ол симуляциялар физика негізінде жасалғандықтан, есептеулер, физикалық есептеулердің жасанды интеллекттер айырмашылығы, ол кезек-кезек жүреді есептеулер. Сондықтан өте көп уақыт алады. Өте көп уақыт деген 3 сағат пен 1 күннің арасында. Кейде бір апта бойда жүру мүмкін бір симуляция. Ал шешімді бүгін қабылдау керек. Сосын бір симуляцияда шешім қабылдай алмайсыз, бірнеше кейсті қарау керексіз. Бұлай болса қалай болады? What if сценарий дейді ғой. What if сценарийлардың бірнешеуі керек. Соны істеген кезде сізде толық бір апта кетеді симуляцияларға. Орта жолда сынып қалуы мүмкін, қайттан бастайсыз дегендей. Шешім қабылдағанша 10 күніңіз 2 аптаңыз кетеді. Оған шейін газдың бағасы басқаша болып кетуі мүмкін. Трубаның сыйымдылығы басқаша болып кетуі мүмкін. Ұстап тұру бар, ақша жаратасың. Ал біздерді сол үшін бір клиентім шақырған. Сіздер біз осы жерде уақыт жоғалтып жатырмыз. Бізге тез жасап бере аласыздар. Жаңа нейронет деген модуль арқылы біз жаңа machine learning ускорителін қойдық ішіне, сөйтіп айтайық, ускоритель деп. Тез қалай еді? Үдеткіш дейді, симуляторын. Ол бұрынғы симуляциялардың негізінде үйреніп алды да, қазіргі берген параметрмен тез жауапты береді 2-3 минутта. Демек, бір күннің ішінде 100 симуляция жасай аласыз, шешімді бүгін қабылдай аласыз. Сонда ол негізі сіздердегі ең үлкен бәлкім плюстеріңіз ол уақыт қой. Уақыт. Негізі шешім қабылдау уақыт. Жаңа подкасттарда мен түсінді, қанша мамандар өтті ғой. Бәрінің меңзейтіні Қазақстандағы мен, мысалы, Америка құрама штаттарын салыстырсақ, уақыт. Мысалы, бізде 10 жыл бір кен орнын лицензия алудан бастап оны мұнай өнім шығаруға дейін кемінде 10 жыл кетсе, оларда 10 күн кетеді да. Сонда уақытпен сіздердің сол ұсынып жатқаныңыз ең тиімді ол уақыт. Бүгін мұнайды бүгін шығару бар, немесе сіз айтқан секілді 2 аптадан кейін шығару бар да. Айырмашылығы жер мен көктей болуы мүмкін. Бірақ осы жерде мысалы тұрғыдан ол ақпараттарды сіздер тарихи ақпараттарды жүгіне отырып модель құрасыздар ғой. Ал осы ақпараттар қаншалықты
дұрыс деп онда күмәнданбайсыздар ма? Себебі оны жинаған сол мердігер компания ғой енді. Компания қаншалықты дұрыс жинады? Оның ішіндегі мамандарға да байланысты ғой. Иә, өте қатты байланысты. Құрылғыларға да байланысты, қаншалықты құрыл дұрыс есептеді, оны дұрыс маман келіп енгізді. Сол ақпаратпен сіздер болжам жасайсыздар. Иә, сол ақпарат. Погрешность дейді ғой, өзінің қателігі болады ғой. Олардың ол бұрынғы мердігерлердің жасаған қателіктерін біздің жүйе өзіне қалай айтсам мұра ретінде алады. Бірақ бір жақсы біздің тәсілдің, жасанды интеллект тәсілдің бірнеше жүйе жасауға болады ғой. Бір симуляция емес, бірнеше симуляция жасауға болады. И бірнеше симуляция жасаған кезде сізде мысалға мысалы PTX гапты алайық, бір симуляция жасадық, нәтижесін көрдік. Сіз оған сенуге мәжбүрсіз. Бір есептеуге көп уақыт кетті. Ал мына жерде 2-3 минут жасалған 50 симуляция бар дейік. Көбі барлығы дерлік бір нәрсені айтып тұрса, сізде ішкі сенімділік болады. Күмән азаяды, сенім көбейеді. Демек сіз көп симуляция жасау арқылы бұны тексеріп аласыз. Түсінген ме? Ал егер қате көп болып жатса, демек ол ақпараттар сіздер қолданбайсыздар. Яғни бір мыңдаған ақпарат болса, жаңағы тыс ақпараттар болады, өзі біртүрлі жәндегі аутлайер дейді ғой ағылшынша. Олар алып тастайды, тазартасыздар, жаңа тек дұрыс ақпараттармен ғана бір сенімді диапазонмен жұмыс істейсіздер. Енді айтатын болсақ, Қазақстанда енді дәлелдеу қиын ғой. Әсіресе, мысалы, сіз 3 алпауытты айттыңыз, Қазақстанда 70-80 компания бар, мұнай шығаратын. Оның 3 алпауытты алып тастасақ, қалғандары 30% мұнайды ғана шығарады екен. 3 алпауыт 70% шығарады екен. Ал егер сол 30% мұнайдың тағы бір 7 компания қоссақ, алғашқы 10 компания Қазақстанда 90% мұнай шығарады. Қалған компания 10% ғана мұнай шығарады. Демек, олардың өнімі өте төмен, қысымдары төмен түскен, ескі кен орындары, сіз айтқан секілді 4-ші стадиядағы өнімдіріс несінде. Ақшалары жылдан жылға төмен түсіп отыр. Олар, менің ойымша, көбінесе соңына дейін шығарып жауып тастау ғой негізі. Себебі олар үшін тиімсіз автоматтандыру. Сол үшін сіздерге дәлелдеу де бәлкім қиын, сол үшін сіздер 3 алпауытқа бірінші кіргендеріңізде себебі сол, оларда ақша бұл саласында көп. Яғни олар үшін бұл эксперимент жасауға олардың несі бар, мүмкіншілігі бар. Ал кішкентай жаңағы ойыншыларда өмір сүру, выживание да, жәндегі өмір сүру несінде. Оларға нан керек та. Торт керек емес деген секілді ғой. Автоматтан торт болса, олардың несі ауа мен нан, су дегендей. Енді бұл Қазақстанда жағдай. Жалпы бұл жағдай шетелде де солай ма? Өте қызық мәселені көтердіңіз қазір. Негізі біздің мұнай-газ саласы реттелген ғой. Үкімет тарапынан жалпы нарықта әлеуметтік мәселелер үшін реттеліп қойған нарық негізі. Ол жерде қандай біз ол айырмашылықты қалай сездік? Мысалы біздер 20-ші жылы Катардағы Total Energies'ке мердігер болып кетуге сәл қалған кезде бізге 1 жыл бойы зерттеу жұмысын жасағанбыз. Олар да ішкі зерттеу жұмыстарын жасады, басқа мердігерлермен салыстырып. Айта кетейін, сол кезде бір ішкі құрал, жаңа виртуалды расходометрия бойынша біздікін және 3 нарықтан өнімді алып, олар 1 жыл бойы зерттеп тестіледі. Соның нәтижесін біз былтыр көрдік. Біз 1-ші орында тұр екенбіз араларынан. Бірақ үйлеспей қалды. Себептері, саяси себептері бар. Саяси дегенде қалай, мысалға, кішкентай ешкім білмейтін компания, шетелден келген, құрал әңгіме жоқ, керемет. Бірақ ертең жауып қалса не болады деген сұрақ болса керек ол жерде. Сіздер жауып қалсаңыздар, тәуелді болып қалмау үшін сіздердің шешімдеріңізге. Бізге тәуелді болып қалмау үшін. Бүкіл жүйелерін бізге байлады дейік, жауып қалсақ дегендей. Енді біз жауылмаймыз деген ойдамыз, өйткені жүрісіміз Құдайға шүкір жақсы. Енді әрдайым болсын. Рахмет. И вот сол жерде сол себептен ол тұрып қалды. Енді бірақ бізге өте қызық кейс болды. Біз дәл сондай параметрлермен 80% суланған ұңғымалар, дәл сол мұнай, жаңағы HEC экологиялық күкірт деңгейлерде ұқсас. Екі мекеме салыстыра алдық та, сол Катардағы және біздердегі.
біз скидкамен мына жаққа баға бердік, шамалы скидкамен бастауыш ретінде. Олар мәз болып қабылдады, бірақ содан кейін зерттеу жұмысы басталды оларда. Бір апта бойы біздің коммерциялық ұсынысты талдай бастады, бөлек жиналыстар ұйымдастырды. Сосын түсінгеніміз, неге арзан деген күмән екен оларда. Деп қалдық, біз сонда арзан бердік қой деп. Нарықтан неге 2 есе арзан дегендей. Нарықтың ең арзанынан неге 2 есе арзан деген. 2 есе арзан. Сосын енді олар доллармен есептейді, сіздер теңгемен деген сияқты. Қазақстанда бәрі теңгемен. Сосын дәл сондай профильдегі бірге бір дәл келетін екінші профильдегі басқа компания бағаны сұрайды. Біз айтамыз, біз баға ориентироваться. Біз айтып қалсақ, сіздер шошисыздар, өйткені біз тек гиганттармен жұмыс істей беремін қалдық. Біздер бейімделуге дайынбыз. Жоқ, біздіңше бағаны білу керекпіз деген нәрселер айтты. Сіздер дайын болмауыңыз мүмкін дейміз да ол бағаларға. Біздер может артынан қалдырамыз, оны талдайық, бірінші көрейік деген. Бұл жоқ, Қазақстанда. Қоймады, сосын айтып едік, енді шамамен бағасын айтпай қойын, көрермендерді шошытпау үшін. 0,00 деп қой. Сол абаған айтқан кезде, зумда бізді боқтау жерге азғалтан адамдар. Сендер өздеріңді кім деп санап тұрсыңдар, жаңағы. Вообще қайдан тудыңдар, кімсіңдер деп па сендер? Кімсіңдер? Ондай бағамен кім жұмыс істейді? Сендер сондай не істегілерің келіп тұр бізге де бірдеңе, в общем, біршама сөз естіп алдық. Мен сол енді біршама тиді сөздер, бірақ енді түсінуге тырыстық, неге болды екен деп. Енді біздің клиенттеріміз деп парақшаны жауып кетіп қалуға еді, бірақ не айырмашылық бар, сонда деп іздене бастадық қой. Сөйтек табыстарды салыстырдық, ана мекемен табысы қандай, ана кен орнының нарықтағы мұнай бағасын салыстырдық, бір мұнайдан қанша пайда көретін тауып алдық. Өзіндік бағасы. Иә. Мұна мекемен де қарадық, қанша табыс тауып жатыр, қанша өндірді. Сөйтсек бізде олар сол регуляцияның нәтижесінде арзан бағаға сатуға мәжбүр екен мұнайды. Мәселе ішкі нарыққа мұнайды жөнелтеді ғой, соның пайдасынан. Содан олар қатты табысқа кенеле алмайды. Табысқа кенеле алмаған соң цифровизацияға көп ақша бөле алмайды. Эконом жолдарын іздейді. Сол үшін психологиялық тұрғыда ондай бағаларға дайын емес. Енді ол екінші, үшінші взаимодействие жаңа клиенттермен, қазақстандық нарықпен. Сондықтан біз оны адаптация жасауды ойлап жатырмыз, қалай істесек болады деп. Өйткені нарықтар мүлдем басқа деңгейлерде жұмыс істеп жатыр екен. Сондықтан енді уже түсіне бастадық біздікілерді. Неге? Демек біздің жергілікті үш алпауытты алып тастасақ, негізі приоритет автоматизация, цифрлау оған емес, өздерінің басқа проблемалармен айналып жүр ғой дегенім ғой. Бізде мысалы проблема мұнайды шығару, экологияға қарау, одан кейін цифрландыру. Ал шетелде приоритет қалай ойлайсыз, жасанды интеллектке бар ма? Бізге салыстырғанда деген ғой. Өте қатты. Яғни ол бағытта олар ақша да қоюға, уақытты жұмсауға дайын көбірек. Дайын деген жұмсақ болып естілетін шығар. Олар инвестицияны аямай төгіп жатыр жерде. Біреу жаңаша идея айтса, соған ақша лақтырып жатыр негізі. Яғни жаңа инновациялық технологиялар ашық шетелде көбірек. Енді мына бір мәселе бар. Сіздер шетелде жұмыс істеген кезде ақпаратты қауіпсіздік жағы қалай, кибербезопасность. Яғни сіздер олардың ақпаратымен жұмыс істейсіздер. Қаншалықты олар сіздерге сенім артады. Басқа жаққа кетіп қалмау, оның бәрін реттейтін шығар. Яғни кейбір компаниялардың бәлкім сіздермен ынта болмауы да осыған себеп емес па дегенім ғой, сіз ақпаратты бөліскілер келмейді, мысалы үлкен алпауыт компаниялардың. Негізі біз ол біздің программалар платформаны қойған кезде біз олардың ақпаратына қосылмаймыз негізі. Біз олардың жаңа периметрінде қондырамыз. Олар периметрді ажыратады интернеттен, сол жерде жұмыс істейді. Өйткені біздікі жаңа өндірістік құрал болып саналады. Сондықтан барлық жаңа алпауыттар олар жаңа өзінің периметріне қондырғызады. Олардың периметріне қондыру барысында өздерінің жаңағы процедуралары бар. Солар бойынша қондыру процесі жүреді. Біз соның бәріне өтіп жүрік, жаңа алпауыттардың бәрінде. Себебі олар қауіпсіздікке біздер емес, өздері жауап береді. Өздерінің командалары бар, дата-центрлері бар, немесе өздерінің жаңа бұлттары бар, облакалар. Клауд, иә. Олар ол қорғалған
сыртқы периметр қорғалған, біз соның ішіне қондырамыз. яғни ол жағынан көп туындай бермейді. Тек бізге өткен кезде сондай мәселе туындауы мүмкін, бірақ енді мұнай газ компаниялары көбінде кішкентайларын санамағанда өзінің дата центрлері бар. Сол арқылы жұмыс істейсіздер. Иә. Енді директнетке келетін болсақ, қазіргі сіздердің көзқарастарыңыз және жоспарларыңыз келешектегі. Иә. Қазіргі шешімдеріңізді ұсынсау, келешекте қандай боль дейді ғой жендегі, соларды шешуге сіздер жоспарлап жатсыңыздар. Қандай больдер Қазақстанда? Боль деген енді проблемалардың ушығуы сіздер күтіп отырсыздар және солар қандай шешімдер ұсына аласыздар? Жуырын мысалы 5-10 жылдың ішінде. Бір рет бір мақала көргем. Energy Monitor сияқты. Соларды көрген сияқты мен. Біздер Қазақстанда өндірілген мұнайдан экспортқа шыққан мұнайды алып тастаса, сосын ішкі нарыққа кеткен мөлшерді алып тастаса, дисбаланс өте үлкен. Ол қате есептеулердің нәтижесі деп ойлаймын. 1,5 миллион тонна жылда. Сондай бір айырмашылық бар. Министерство энергетика мен Министерство және финанс арасында 1,5 миллион тонна сәйкессіздік бар. Сол мөлшер болар. Негізі аз емес. 1,5 миллиард доллардың несі ғой, негізі көлемі. Негізі өте көп. Былайынша айтқан кезде біз оны масс баланс арқылы шешуге болады. Дәл сондай мәселе неде де туған бізде шетелдік клиентте. Енді жалғыз болғасын енді анықтап алу оңай, аднок. Олардың өндіріс бойынша вице-президент айтқан. Менде 15 кенорм бар. Олардан отчет алам. Мен не алдым орталықтан бір-біріне сәйкес келмейді, суммалар келмейді. Қай жерде қате көп кетіп жатыр, түсіне алмай жатырық дейді. Жаңа масс баланс деген құрал сол үшін бізге керек дейді. Мен алудың жолын табармыз деп, орталықтандырудың жолын табармыз деген диалог жалғасып жатыр. Ол қалай істегісі келеді? Орталықтан масс баланс қояды. 15 кенорнан келген отчеттарды ақпаратты алады, жинайды, массалық баланс әкеледі. Сонда қай жерде қате кетіп жатқан тауып алады. Уже нақты сол өндірістің тиімділігін арттырумен жұмыстанылады. Мысалға, кейбір есептерде енді оларда мыңдаған ұңғыма ғой, бірнеше жаңағы инженер жұмыс істейді. Ол инженерлер қате жіберіп алу немесе бір нәрсені байқамай алу шансы өте жоғары. И сол түзетуге нақты бір нүктені түзетуге мүмкіндік алады. И сол жағынан қатты қызыққаны бар. Бізде сол жағынан көмектесе аламыз. Яғни энергетика министрлігі алған отчеттарды масса балансына салып, қай бағытта корректировка қажет екенін көре алатын болады. Жалпыға бірдей комментарий емес, адресный комментарий жасайды. Сіздер мынаны қайта тексеріңіздерші деген сияқты. Ол мекеме қарап өзі қайта тексере алады. Бізде негізі біз ойлағанымызда мұндай азырақ екенін тауып жатқанымызды дейді. Сонда сіздер ресми өкілетті органға жарты кемінде миллиард доллар жылда жәндегі недочет дейді ғой, соны сіздер оптимизация жасай аласыздар да. Соны қайда кетіп жатқанын көрсете аласыздар. Сол жердегі анау гәп дейді ғой жөндегі айырмашылықты жабуға шешім ұсына аласыздар. Ең үлкен, енді аз емес, негізі жарты миллиард. Оның мен айтайын, бір жыл сайын бір 10 миллионның өзін сіздер үніне жауып отсаңыздар, оның өзі үлкен табыс деп ойлаймын. Доллар ретінде есептейміз, теңгеге шаққан. Сөз бермейміз, барлығын жауып аламыз деп, бірақ азайтуға көмектесеміз. Оптимизация, азайта бересіздер. Жылдан жыл азайтып, белгілі уақытта бәлкім толықтай жабуға да мүмкіншілік болады. Қазіргі технологиялар мүмкіндік береді ондайды. Қазіргі сіздерде технология жағынан, бірақ енді бәлкім оқырмандардың да ең көп меніңше қызығушылығы директнет қандай компания? Сіздердің ішкі жаңағы құндылықтарыңыз, сіздердің ішкі өзара байланыстарыңыз, жалпы культура дейді, корпоративный культура. Сол бойынша бір айтып жіберсеңіз қызық директнет. Бізде арнайы алып жазылған ішкі культурамыз жоқ, бірақ қалыптасқан. Адамдар өздері іріктеліп қалады да бір уақыттан кейін. Енді қалай айтсам, барлығына ұнайтын, барлығына жұмыс істей алатын адамдар өткендіктен шынымен бір ерекшелік қалыптасты. Ол деген бізде енді негізін қалаушылардың ішінде технарлар көп дисциплинаны бір адамда біріктірген адамдар да. Мысалға, Әділбек Мұрсалиевті алайық. Біздің CPO деген өндіріс бойынша
қалай болады? Chief Product Manager Officer ма? Иә. Өнім несі бойынша? Иә. Атқарушы Өнімнің директор. Басшысы, иә. Және эксперт. Ол өзі мұнайшы. Ол өзі өлшеу негіздері бойынша сирек эксперт. Сосын жаңа дата сайенс бойынша да эксперт, аздап кодтап біледі. Яғни мынандай комбинация өте сирек. Сосын Самат бар. Самат ол біздің CTO, техникалық директор. Ол жаңа бүкіл стекті қадағалайды. Яғни контейнеризациядан бастап тілді таңдауға дейін, нетуге дейін. Оның енді тәжірибесіне сүйенсек, ол дейтін сондардың архитекторы болды. E-license жүйесін жазды. Ол EGOF жүйесінде негізгі разработчиктердің бірі болды. Автор, иә. Иә. Енді EGOF өте үлкен, бірнеше модульдарында разработчик болған, және жаңа энергетика саласына байланысты Smart Bridge деген платформа бар. Шлюз негізі ақпарат қабылдайтын, оған исун жалғанады. Сол Smart Bridge-дің разработчигі. Енді сондай сервер жағынан, сисадминдік жағынан, архитектура жағынан, разработка жағынан, жасанды интеллект жағынан, LLM жағынан көптеген жаңа экспертизаны бір араға жинаған. Ол әрине командаға жұғады. Біздегі фронтендчикпен деп келген адам фуллстек болып кетеді. Бэкенд бірге бәрі. ML-шик бэкендті де алып алатын болады. Жаңағы күні кешегі студент тек қана бэкенд жасайтын, ол DevOps-ты да алып кетіп жатады, MLOps-ты да алып кетіп жатады. И ол жаңағы білім бүйтіп ағып келе жатқандықтан жоғарыдан бізде таланттар тығыздығы кәдімгі артып жатыр. Бір адамда көптеген таланттар жинала бастайды. Және де проект менеджер, бизнес-аналитиктер де сондай. Мысалы, күні кеше біздер өте күрделі бір санау керек болды, бір пилотты. Санауға ешкімнің уақыты жетпей тұрды. Біздің бизнес-аналитикке тапсырдық. Маған этаптарға бөліп берші, былай істерші, қандай қадамдар жасау керек болады, қандай жерде қандай жұмыстар атқарылу керек, қанша адам сағат кетеді деген сияқты. Адам күні кетеді деп есептеткен кезде жасап берді, мен таң қалдым. Сонда 1,5 жылда, 2 жылда былайынша айтқан тек қана IT-да келген адам уже өндірістік мәселелерді талдай алатын болып кеткен деп. И сонда күннен күнге таланттар тығыздығы артып жатқанын байқап жатырмын. Бірнеше экспертиза аз адамның ішінде жиналып жатыр. И сол білімге деген құлшыныс бар екен байқап жатырмын. Жан-жақты дамуға сіздерге барынша ортада ынталандыратын. Иә. Сосын екінші нәрсе байқап жатқаным, байқағаным өзім, оны қалыптастырған жоқпыз, байқағаным. Мен постфактум біліп жатырмын. Бірнеше предложение алған да адамдардың. Бірақ бізді таңдаған болып шығады да, соңында өзі шешім қабылдап, біздер нетпей, мен все-таки директнетпен жұмыс істеуді таңдадым дейді да. Өте қатты риза болатынмын. Ол яғни бір миссияның артынан жүру деген бір культура. Құндылықтың жоғары болуы, соны жақсы көруі, сол жерде болу. И ол ондай адамдар ондай шешім қабылдағандықтан өзің қатты артынан күш сезіп тұрасың. Кез келген сөзге барған кезде жасай алатынына сенімді боласың. Сенімді болып тұрасың. Ол өте маңызды. Сосын бізде не деген бар? Ол енді біз 3 дос болып бастағандықтан, бір-бірімізді аямай кескілесе бере аламыз ғой. Сол жұққан сияқты да. Ашықсыздар. Ашық, иә. Сынауға да. Мен айтып атам пікірді, бізде сотрудниктері Саламат, вы не в ту степь дейді да. Мен тоқтатып тастайды. Неге деймін? Өйткені былай деп талдап береді. Мен кәдімгі рахаттанып қаламын да, менің орнына ойланып беріп жатыр дегенде. И ол мысалы өте, сол да бір ол шыншылдық шығар. Осы 3 элементті айтып жатыр. Білімге құштарлық, жаңа миссияның артынан жүру және шыншылдық та. Ашықтықтың болуы. Егер мысалы жас бір мамандар сізге жұмыс істегілері келсе, олар қалай сіздерге шыға алады? Жас мамандарды біздер негізі қабылдамаймыз. Өйткені өте терең сала, бірнеше экспертиза керек болғандықтан. Тәжірибесі бар адамдар аламыз. Тәжірибесі бар мамандар аламыз. Бірақ біз бір эксперимент бастадық. Енді мен бір байқағаным, енді нарықта солай
белгілі бір білім тәжірибесін жинап алған адамдар қай жерде бір нәрсені істеу мүмкін емес деген пікірлер жығылып қала береді. Кедергілер көп көреді. Ол керек зат. Енді қазір жаңа дәуірге жатыр. Кодингті басынан бастап білмеу мүмкін. Нету мүмкін. Жаңа вайб кодинг деген нәрселер пайда болып жатыр. Жаңа жасанды интеллект дәуіріндегі ми басқаша болады ғой бәрі. Сол бір мектеп баласын алдық жұмысқа. Бір айда жасанды интеллект бойынша кішкене оқу жасадық, кішкене кодингтен курс алып бердік. Өндірістік кішкене шаруалар беріп қарап жатырық. Мысалға бір қызық кеседі, Py деген жүйе бар. Біздің экспериментальный демо серверге Py жүйесін салдық та, енді қанша 700 терабайт деді ма? Или 7 терабайт деді ма? Ақпарат жүктеу керек. Көптеген тегтер жасап, оның бәрін жүктеу керек. Қолмен жасайтын жұмыс, ол біздің мамандарға берсек, өте қымбат болып кетеді да, тиімсіз. Сондықтан жарайды, кімді үйретіңіздер, жаңа школьникті, стажер өзі жүктесінде. Мен қасында отыр, шаруаны жұмысты алдым ба десе, алдым, істеп жатырмын дейді. Бірақ отыр, ештеңе істемей. Былай енді компьютердің басында отырғанды үйреніп қалам. Бір сағаттан кейін сен дым істеп жатқан жоқсың ғой десем, мен скрипт жазбайдым, өзі тегтерді ашады, өзі жүктейтін етіп деп. Оны қайдан білесің десем, чат GPT-ден сұрадым дейді, қалай істейді. Smart way деп па? Еріншектігі андай жаңағы оңай жолын етті. Біздің мамандарды мен кемсітіп жатқаным емес, олар дәстүрлі жол дейсіз ғой. Олардың білім ауқымы өте үлкен. Бірақ олар сол моментті жіберіп қойды да, қолмен істеу керек деген миында қалып қойған да, қате жіберіп қоймау үшін. Жаңа дәуір басқаша ойлайды. Қалай барынша телемей жасау болады деген жолды іздейді. Жеңілдету жол. И сол кезде жаңа жасап шықты, ішіне ойлап қоямын, қызық эксперимент болайын деп тұр деп. И жайлап уже күрделірек тапсырмалар бере бастап жатыр. Мен енді бір жылдай қараймыз, эксперимент сәтті өтсе, сол кезде жастармен қалай жұмыс істеу керек екенін оламыз. Жұмыс істейсіздер. Жалпы неге жастарға қандай икемділік дағдыларды қазіргі заманда болғанын ұсынасыз? Енді бүкіл жалпы былай ең негізгі қабілет мен ойлайтын зиянға ұшырап жатқан ойлану қабілеті деп ойлаймын жалпы. Ұзақ мерзімді бір жерде фокус ұстау деген нәрсе бар. Бір ақпаратты ұзақ бойы өңдеу деген бар, бір жұмысты 2-3 сағат бойы тоқтамай істеу деген бар. Ол жағынан қазіргі жастар қатты ұтылып жатыр. Ол байқамайды, құрдастардың бәрі сондай. Кім жай ғана тұрақты түрде сабағын оқитын болса, жүйелі түрде барынша әлеуметтік жүйеден алыс жүретін болса, математика, физика деген негізгі нәрселерге тек мән берсе, ол келешекте лидер болады. Ол неден бес? Қазір ойлану қабілеті IQ деген жалпы түсіп келе жатыр. Бір орында қалып қойсаң, уже лидерсің деген сол. Қазір ол жаңа қазіргі телефоны көп болу, басқа да ақпараттың көп болу, адамдар клиповое жөніндегі не дейді, мышление дейді, соның бәрі соны алып келе жатыр. PISA деген жөніндегі 3 жылда жасайтын көрсеткіштер төмен түсіп жатыр, тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінде негізі. Қазір мектептерден телефонды алып тастап жатыр балалардан, сол үшін көптеген мектептерде заңды жүзде қазір тосқауыл қойып жатыр. Ол жан рас, негізі жүйелі түрде ойлана білетін, өз ойын және назарын аудармай бір мәселеде терең және қорыта алатын адамдарға көбірек мұқтаж болатын секілдіміз негізі. Көбінесе жәндегі дайын чат GPT қолдана білетін бар, бірақ өкінішке орай ол неге де айналып жатыр жәндегі. Соған сеніп қалу, оны қаншалықты сынға деген секілді. Көп рахмет, Салауат мырза. Сіздердің істеріңізге берекет берсін, үлкейе беріңіздер, ұлғая беріңіздер. Қазақстанда осындай жергілікті компаниялар көп болсын деп тілейміз. Және сізде қазіргі үкіметтің отырысына сіздердің компанияның атын айтылуының өзі үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Бұл жетістіктің арғы жағы келе берсін. Тек мұнай-газ саласы емес, басқа да салаларға автоматтандыру, тиімділікті арттыру, сол салада көптеген мамандар даярлау. Жалпы Қазақстанымызға дүние жүзіне үлесі көп бола берсін деп тілейміз. Сондықтан келгеніңізге көп рахмет, қонақ болып. Тағы да подкаст болады деген үміттеміз келешекте. Істеріңіз сәттілік, бір-екі айтатын оқырмандарға ұсыныс сөздеріңіз болса мархабат дейді ғой. Енді қазір мен былай деп айтайын, бір қорытынды ретінде ойым былай.
бізде қазір өте жақсы мүмкіндік пайда болып тұр Қазақстан үшін. Халықаралық аренада біз байқап жатқанымыз, біз өте бәсекелестікке дайынбыз екенбіз маман ретінде. Экономикалық тұрдан да болуы мүмкін, таланттар жөнінен болуы мүмкін, жаңа тәжірибе жөнінен, барлық жағынан. Және бұл шансты қолдану керек біз деп ойлаймын. Ол үшін бүкіл салалар жұмылу керек, кәсіпкерлер де, өндірісте барлығы жұмылу керек, эксперименттерге ашылу керек деп ойлаймын. Қазір эксперименттер заманы, жасанды интеллект заманында бүкіл нәрсе өзгеріп жатыр. Кім бір жаңа тәсіл тауып алады, жаңа жол тауып алады, сол ұтады келешекте. Кезінде ол не үшін мүмкін дегенде тарихи экскурспен қарайтын болсақ, мысалы Норвегияға былай таңғалып қарайтын неміз бар. Бүкіл мұнай саласы сүйсінетін шығар. Олар ең бірінші мұнай табылған кезде оларға американ компаниялары келеді, барлығын америкалықтар жасай бастайды. Бірақ мен жаңа музейіне барған кезде мұражайында мұнай газ мұражайы тұр, Ставангер қаласында. Соның ішін аралаған кезде енді шынымен викингтер тарихынан кем емес тарих былай қараған кезде. Қай жерде олар технология өз қолына алды, сол кезде Норвегия қатты дамай бастады. Бір кезде андай болған. Платформаны салу жағынан өте терең суларда 2-3 рет авария болған, американдықтар жасай алмаған. Үйренбеген ондай солтүстік теңізде жасауға. Сол кезде ол затты жасау Statoil ма? Сол кірсет. Қазір Эквинорға. Statoil кірсет. Сәтті орындап шығады. Болды. Сол сәттен бастап олар жаңа теңіздегі технологиялар жөнінен алға қарай шыға бастады. Контролдің бәрін өзіне алды. Одан кейін көптеген стартаптар, технологиялар пайда болды. Бүкіл әлемде жұмыс істейтін компаниялар болып кетті. Өте сүйсінетін тарих. Технология қалай дамыды, солай алға кетіп қалды. Мұнай емес та негізі технология. Негізі мұнай емес технология. Және технологиялық компаниялар жасады. Және де оны қолдаған мұнай газ компаниялар болды. Сен жаңашыл нәрсе істеп жатсың ба? Міне саған экспериментке контракт жаса. Сәтті болса, молодец, біздің тиімділігіміз ұтады. Және де сендер өсесіңдер дегендей. И сондай жаңағы оқиғалар қайталанып жатыр. Мысалы біздер тағы бір мысалы айтып кетейін. Айта беріңіз. Айтқаныңыз жақсы. Кімдерге көрермендерге жаңағы масштабты түсінуге маңызды шығар деп ойлаймын. Біздер мысалға AIQ деген компания бар. Солармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Енді олармен сөйлескен кезде арт жағындағы адноктың жаңағы қолдауы сезіліп тұрады әңгімелерінен. Яғни бүкіл мекемелерді ашқан, міне сіздерге эксперимент, predictive maintenance па, жаңағы робо-оңғымама, қандай идеяларың бар, қолдан көріңдер, міне сіздерге площадка, және де ол ақыларыңды еще төлейміз дейді, тегін демейді. Ашық. Неге барамыз? Эквинорға барамыз, Бакер BP-ге барамыз. Мә сіздер вообще алға кетіп қалыпсыздар дейді. Масс баланс нейронет бізге қатты ұнады дейді. Бірақ біздің Когнайтқа жалғаныңдар дейді. Біздің деп айтады олар. Когнайт деген жекеменшік компания, мұнай компаниясы емес, сервис платформа. Норвеждік. Соған жалғаныңдар. Біз сол арқылы сендер құралдарын қолданамыз дейді. Біз Когнайтқа жазамыз, Когнайт айтады, біздің платформаға жалғану $150 мың дейді. То есть олар арт жағынан жаңа көмек сезіліп тұрады да олардың бәрі. Байланған ғой бәрі. Иә. Корвамен сөйлесеміз. Корва әңгімеге күшті, жаңағы бірден жаңағы коннект тапқандаймыз, бірнеше митинг болды. Айтады, бізге Корваның ішіне қондырсаңдар, дирексиютта дейді. Біздер Бейкер Хьюзті қай жерде контракттары, барлық жерге кіресіңдер. Корва қай елдікі? Корва Американың. Иә. Сонда қараймыз, демек енді олардың арттарында алпауыттар болса, бізде де арт жағымыздан сондай қолдау сезінгіміз келеді, өйткені келіссөздерде оны сезіне білу өте маңызды. Сол бір не болу керек қой, мұз жарғыш, ледокол болу керек қой. Соның артында компаниялар не алады да, кішкентай өседі, дамиды. Сол мен тарихи шанс деп ойлаймын. Олардың бәрімен де біз тетелесе жұмыс істей аламыз. Мамандар өте мықты, индустриалды. Біздің кен орындарымыз өте күрделі, ол күрделі болғандықтан бізде күшті мамандар шығып жатыр. И жаңа біз орнымызды сол мұнайгаз, әлемдік мұнайгаз әлемінде нарығында қойып тұрып алып алу керек біз деп ойлаймын.
біз деген кезде мен жалпы Қазақстанды айтып отырмын, қазақстандық технологиялық компаниялар естілмеуі мүмкін, бірақ негізі өте талантты командалар, компаниялар бар Қазақстанда. Ол жағын келсем, рас. Көп болуымыз керек, экспортқа негізі тауар шығаруымыз керек, өз орнымызды дүние жүзінен табуымыз керек қой негізі. Тауып өтуге нәсіп етсін. Бұйырса. Рахмет көп платформа үшін. Көп рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі жүзгенше аман болайық. Сау болыңыздар.